dear teachers, we are students of secondary school number 2 of Кандагаш Жалғасбаева Ақгүл. Смета Игорьке. Ерлан Алижан. Здравствуйте, дорогие учителя. Мы ученики 8 В класса Смета Игорьке. Саламатсызбы, құрметті ұстаздар, біз номер 2 Қандагаш жалпы білім беретін орта мектеп 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің ғылыми жобамыздың номинациясы бизнес жоба. Оның ішіндегі саламыз оқу орталығы, яғни смарт білім хаб көппәнді оқыту орталығы. Яғни біздің жалпы қазіргі таңда біздің Қазақстандағы білім беру нарығы қарқынды дамып жатыр. Яғни оқушылар әртүрлі пәндер бойынша қосымша білім алуға мұқтаж, және де оларға білім алуға деген талпыныстары жоғары деңгейде. Және де сол үшін де смарт білім хаб мектеп бағдарламасын сапалы меңгеруге көмектесетін сапалы заманауи оқу орталығының бірі бола алады. Біздің басты мақсатымыз әртүрлі пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейін арттырып, сондай-ақ мектеп бағдарламасын жақсы меңгеруіне көмектесу. Біздің миссиямыз әр оқушының қабілетін ашуға мүмкіндік беретін, түсінікті, қолжетімді және креативті білім беру ортасын қалыптастыру. Неге біз деген сұрақ туындауы мүмкін? Себебі қазіргі таңда қосымша білімге сұраныс өте жоғары, және де үлгерімі төмен оқушыларға үй жұмысын орындауға, білімін арттыруға көмек қажет. Және де біздің оқу орталығында қызықты әрі түсінікті формат болады. Және де біздің оқу орталығымыздың ұраны білім болашақтың кепілі. Біздің негізгі аудитория 1-11 сынып оқушылары, сондай-ақ үлгерімін жақсартқысы келетіндер, сондай-ақ үй тапсырмасына көмек қажеттер. Және ең маңызды мақсатымыз ол ата-аналар. Біздің оқу орталығымыздағы пәндер биология, химия, математика, физика, ағылшын тілі, қазақ тілі мен әдебиеті. Біздің оқу орталығымыздағы оқу әдістері ойын арқылы оқыту, брейнсторм, мини-тесттер, видео талдау, бал және марапат жүйесі және де интерактивті платформалар, яғни жарық кабинетте, удобный пуфиктарда білім алған оқушының білімі сапалы болады. Және де әдістерімізді түсіндіріп кететін болсам, мысалы математика пәнін көптеген ойындар ойнау арқылы ол балаға формулалар жаттауға ыңғайлы. Ағылшын тілін грамматиканы түсіну үшін қызықты форматта өткізуге болады. Химия пәні бізде негізгі ол жасайтын эксперименттер болғандықтан оны видео талдау арқылы жасауға болады. Осындай көптеген бізде оқу қызықты әдістері көп. Орталықтағы инфрақұрылым, заманауи кабинеттер, проектор, смарт тақта, онлайн платформа және ата-аналармен кері байланыс. Біз оқу орталығымызда биология химия пәніне назарымызды көбірек аудардық, себебі қазіргі таңда биология химия пәні бойынша мамандықтар сұранысқа ие. Біздің бизнес жобамыздың басты мақсаты бойынша біз табысқа жетуіміз қажет әрине. Сол себепті түсіндіріп кететін болсам, біз бір жылда 300 оқушыны оқытуымыз қажет. Әр 100 оқушы 4 айдан 3 рет топ оқытамыз деген сөз. Әр баладан шамамен 60 мың теңгеден алатын болсақ, бір жылда 18 миллион теңге табысқа кіреміз. Бірақ та табыстың да шығыс кірісі болады. Яғни біз ол курстарда арнайы ұстаздардың еңбек ақысы бар, осындай химия оқу әдістеріне қажет құралдар бар, өткізетін біздің жарнамаларымыз бар, белгілі бір банктермен байланыс жасап, осының барлығын есептеген кезде біз өзіміздің коллегаларымызбен шамамен 2,5-3 миллион теңгедей өзімізге таза табысымыз келеді. Қорытындылай келе айтарымыз, осы біздің жобамыздың басты мақсаты бойынша біздің смарт білім хаб осы оқу орталығында оқыған әр бала сапалы нәтиже көрсетіп, болашақта Қазақстанды басқа елдерге дамытатын, өзінің пайдасын тигізетін адал азаматша болып шығатынына сенеміз.